Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз тізбек бөлігі үшін Ом заңын қолдану. Сабақтың мақсаты тізбек бөлігіндегі кернеу, тоқ және кедергі арасында байланысты түсіндіру, тізбек бөлігі үшін Ом заңын есептер шығаруда қолдану. Күтілетін нәтижелері: тізбек бөлігі үшін Ом заңы өткізгіштің кедергісі туралы біледі, есептер шығара алады. Вольт амперлік сипаттамадан тоқ күші мен кернеуді салыстырады. Өткен сабақта тоқ күші, кернеу, кедергі деген физикалық шамалармен танысқан болатынбыз. Тоқ күші дегеніміз өткізгіштің көлденең қимасы арқылы қандай да бір уақыт аралығында тасымалданатын электр мөлшерінің сол уақыт аралығына қатынасын тоқ күші деп атаймыз. Тоқ күші I деген әріппен белгілейді, өлшем бірлігі ампер. Кернеуде отырғанымыз бірлік заряд өткізгіш бойымен орын ауыстырғанда электр өрісінің қандай жұмыс жасайтындығын көрсететін физикалық шаманы кернеу деп атаймыз. Кернеуді U деген әріппен белгілейміз, өлшем бірлігі вольт. Кедергі деп отырғанымыз өткізгіштің тоқ жүруіне кедергі жасайтын қабілетін сипаттайтын физикалық шаманы кедергі деп атаймыз, өлшем бірлігі Ом. Бұл жерде көрсетілген QR арқылы бүгінгі тақырып бойынша қосымша оқып алуларыңызға болады. Георг Симон Ом өзі ашқан заңның тұжырымдамасы туралы сіздерге ақпарат береді. 1827 жылы тізбек бөлігі үшін Ом заңы деп аталатын еңбегімді жарияладым. Бұл заң бойынша тоқ күші өткізгіш ұштарындағы кернеуге тура және кедергісіне кері пропорционал. Яғни тізбек бөлігіндегі Ом заңы деп отырғанымыз тізбек бөлігіндегі тоқ кернеуге тура пропорционал болады екен, кедергісіне кері пропорционал екен. Формуласына келетін болса, I тең болады U бөлінген R. Мұндағы I деп отырғанымыз тоқ күші, U деп отырғанымыз кернеу, R деп отырғанымыз кедергі. Кернеу артқан сайын тоқ күші артады, кедергі артқан сайын тоқ күші азаяды. Бізде тапсырманы орындау үшін төменде көрсетілген сілтеме арқылы өтіп, бүгінгі тақырып бойынша сұрақтарға жауап беретін боласыздар. Екінші тапсырма: тізбек бөлігі үшін Ом заңын зерттеу тапсырмасы. Мына жерде кесте көрсетілген тоқ күші, кедергі, кернеу. Тоқ күші артқандағы кеміткендегі кедергі мен кернеудің мәндерін анықтап қорытынды жасайтын боламыз. Ол үшін төменде көрсетілген сілтеме арқылы өтеміз. Кернеуді арттырғандағы тоқ күшінің мәнін, кедергіні арттырғандағы кеміткендегі тоқ күшінің мәнін кестеге толтырып жазатын боламыз. Яғни бұдан қорытынды жасаймыз. Мысалы, төмендегі сілтеме арқылы өттім. Бұл жерде кедергі R дегеніміз кедергі, V дегеніміз кернеу, I дегеніміз тоқ күші. Кедергіні кеміткенде тоқ күші бізде артатындығын көріп тұрық. Ал кедергіні арттырғанда тоқ күші бізде азаятындығын байқаймыз. Мына жерде кернеу көрсетілген. Кернеуді кемітсек, тоқ күші де кемейтіндігін, кернеуді арттырсақ, тоқ күшінің де артатындығын көре аламыз. Бұл жерде сандық мәндер арқылы кестені толтырып тапсырманы орындайтын боламыз. Үшінші тапсырма: тізбек бөлігі үшін Ом заңының сызбасын құру. Бұл сызбаны құру үшін төменде көрсетілген сілтеме арқылы өтеміз. Мына жерде суретінде қараңыздар. Мына жанында вольтметр, амперметр көрсетілген. Яғни амперметр тізбекке тізбектей жалғанады, вольтметр параллель жалғанады. Ал мына жанында көрсетілген шам, кілт, сым, батарейка осыларды алып, біздер тізбек бөлігі үшін Ом заңын сызбасын құрастыратын боламыз. Келесі тапсырма: бұл жерде QR көрсетілген. QR-ды өту арқылы біздер есеп орындайтын боламыз. Мысалы, бірінші есепте кернеу 12 вольт тоқ көзіне қосылған электр шам арқылы 2 ампер тоқ өтеді. Кедергісі қандай дейді. Яғни кернеуді біздер U деген әріппен белгілейміз. U тең болады 12 вольт, ал тоқ көзі 2 ампер, I тең болады 2 ампер және R кедергісін табуымыз керек. Ол үшін біз Ом заңының формуласын қолданатын боламыз. Яғни I тең болады U бөлінген R. Осыдан R кедергісін табатын боламыз.
Келесі тапсырма бізде бүгінгі сабақты орындау мақсатында тест тапсырмасы берілген. Оны орындау үшін мына жерде көрсетілген сілтеме арқылы өтеміз. Тест тапсырмасын орындайтын боламыз. Бірінші сұрақ: Ом заңының формуласы қандай дейді? Ом заңының формуласы I тең болады U бөлінген R. Екінші сұрақ: тоқ күшін өлшеуге арналған құрал қалай аталады? Ампуль. Келесі сұрақ: кедергінің өлшем бірлігі Ом. Тізбекте кедергі артса, тоқ күші кемейді. Кедергі қандай әріппен белгіленеді? R деген әріппен белгіленеді. Кернеуді өлшеу арналған құралды қалай атаймыз? Вольтметр. Тізбекке кернеу артса, тоқ күші артады. Бүгінгі тақырыбымыз. Келесі бізде кері байланысты ретінде мына жерде сілтеме көрсетілген. Бұл сілтемеге өту арқылы бүгінгі сабақты өте жақсы меңгердім, жақсы әлі түсінгім келеді деген сөзбен кері байланыс жасайтын боламыз. Мысалы, жақсы меңгерген болсаңыз, жақсы деп жазып, сілтеме арқылы өтіп, отправить етіп басасыз. Сол кезде барлығыңыздың кері байланыстарыңызды мен мына жерден көріп отыратын боламын. Назарларыңызға рахмет.